Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Есімім Алмат, мен дәрігер-терапевтпін. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз сарымсақ, яғни чеснок жайлы болады. Бұл тақырыпта сарымсақтың пайдалы қасиеттері мен қабылдауға қарсы көрсеткіштері туралы айтып өтетін боламын. Осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Ал біз бастаймыз. Сарымсақ бұл өте танымал тағамдық және дәрілік өсімдік. Ол ежелгі дәуірден бастап мәдениетке енгізілген. Сарымсақтың отаны ол Оңтүстік Азия. Ол ежелгі Египет пен Үндістанда ресми түрде және қазіргі халықтық медицинада кеңінен қолданылады. Сарымсақтың құрамында фитонцид, аллицин, эфир майлары, май қышқылдары, инсулин, С дәрімен анықталған. Және де сарымсақтың жасыл жапырақтарында В1, ПП дәрумендері де бар. Сонымен қоса калий, кальций, марганец, феррум, мырыш, кобальт бары да анықталған. Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, сарымсақты қабылдау холестерин концентрациясын және де қандағы триглицерид түсіру үшін қолданылады. Бірақ оның емі негізгі ем ретінде қолдану үшін жеткіліксіз. Клиникалық зерттеулер бойынша лимон шырыны мен сарымсақты қабылдау холестерині жоғары пациенттерде холестерин мен қан қысымының қалыпқа келуіне әкелетінін көрсетті. Сондай-ақ зерттеулер сарымсақты күн сайын қабылдау жүрек-қантамыр жүйесі ауруларымен ауыратын науқастарды 64%-ға, ал артериялық гипертензияның жиілігін 26%-ға төмендететінін көрсетті. Сонымен қатар сарымсақ атеросклерозға қарсы қасиетке ие. Рандомизацияланған клиникалық зерттеулер қорытындысында В тобындағы дәрумендер мен С витаминін біріктіріп сарымсақ қабылдасақ, онда ол жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда атеросклерозның дамуын тоқтатуын көрсетті. Және де атеросклерозға қосымша ем ретінде қарастыруға да болады. Сарымсақта аллицин коронарлық тамырлардың жағдайын жақсартып, жүректегі гипертрофияның дамуын төмендетеді. Өкпешілік, жүрекшілік қан ағымын жақсартады. Сарымсақ ол қан қысымын төмендететіні және де холестерин концентрациясын төмендететіні белгілі. Және стенокардия ұстамасын азайтады. Жүрек соғу жиілігін төмендетеді және де қан тамырларды кеңейтеді. Сарымсақ гипертензияға қарсы қасиеттерге ие. Рандомизацияланған клиникалық зерттеулер бойынша сарымсақтың сығындысы, яғни соғы, ол систолалық қан қысымын төмендететіні анықталған, бірақ оны негізгі ем ретінде қолдану үшін жеткіліксіз. Сарымсақ сонымен қатар антитромболитикалық әсерге ие, яғни тромбоциттер агрегациясын тежейді. Бұл дегеніміз қандағы тромбоциттердің бір-біріне жабысып қалуын тежейді. Аллицин, яғни белсенді заттар микробқа қарсы, бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Сарымсақты үнемі тұтыну иммундық жүйеге, ағзаға әртүрлі инфекциялардан қорғауға ықпал етуі мүмкін. Мысал үшін суық тию, мұрыннан су ағу, жоғары тыныс жолдарының жұқпалы аурулары, соның ішінде тұмау кезінде сарымсақ ауруымен күресуде сіздің сенімді көмекшіңіз болады. Сонымен қатар сарымсақ қақырықты сұйылтады және оның тез шығуына ықпал етеді. Күн сайын сарымсақ пайдалану пайдалы, бірақ азыдан қабылдаған дұрыс. Әдетте күніне 1 немесе 2 түйір сарымсақ жегеніміз жөн. Сарымсақтың жанама әсерлері де жеткілікті. Оны көп қабылдағанда ол асқазанда қыжыл, күйдіру және де аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Сонымен қатар сарымсақ тұтыну ауыздан жағымсыз иістің шығуына да ықпал болады. Бұл өнімнің өзіндік қабылдауға қарсы көрсеткіштері де бар. Сарымсақ ол өте агрессивті өнім. Сол себепті аш қарынға қолдануға болмайды. Ол асқазанның және де өңештің шырышты қабатын зақымдауы мүмкін. Сарымсақ асқазан ішек жолдарын қабыну ауруларының өршу сатысы кезінде қолдануға болмайды. Ал құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер видео сізге қызық, пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.